Мен амалсыздықтан сатып тұрмын осы үйді. Ақша саған керек, маған емес. Інім бір проблемаға жолып қалған еді. Сол үшін сатып атын үйді. Ауыр жағдай болыпты ғой. Қанша сұрап тұрсың? Аға, өз үйдің бағасы 150 миллион. Маған срочно ақша керек болып тұрған үшін 100 миллионға берейін деп тұрмын сізге. 100 миллион қымбат. 50 миллион берем. Маған ертең таңға дейін ақша керек. Аға, бұл өмірде менің тек қана жалғыз інім бар. Әке шешем де өтіп кеткен. Мен амалсыздықтан сатып тұрмын осы үйді. Ақша саған керек, маған емес. Ойланып көр. Иә, маған керек ақша. Сол ақша менде бар. Сен жақсылап ойлан. Өтініш, аға, маған көмектесіңіз. Басын қатырма, менің уақытымды алып тұрсың. Хабарын айтарсың. Аға, тоқтаңыз. Ең болмағанда 70 миллион беріңіз. Үйді босатып қой, ертең нотариусте жолығамыз. Болды ма інім? Уайымдама інім. Іннің проблемасы бітеді. Құдай қаласа бұл үйден әлі екеуін аласыңдар. Міне, үйдің хозяйыны келді. Бәке, үйлер құтты болсын. Рахмет, інім. Аға, басымызға осындай жағдай түсіп қалды. Мүмкіншілігіңіз болса, көмектесесіз ба? Ақшам жоқ, інім. Болғанда көмектесетінем. Үйің жақсы. Бір жігіттің номерін берейін, соған хабарлас. Басымызға қайғы түсті. Жанымызды мұң басты. Жүздерінде гүл тұрса да, жүрегінде мұз қатты.